1986 жыл 16 желтоқсанда Мәскеудің тағайындауымен Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бас хатшылығына осыған дейін қазақ даласына аяқ басып көрмеген Геннадий Колбиннің сайлануы шовинизмнің қазақ халқын кезекті табанға таптау еді. Қазақстанның басшылығына бұрын соңды қазақ жеріне аяқ басып көрмеген, жергілікті ұлттың тыныс тіршілігінен мүлдем бейхабар өзге ұлт өкілі сайланғаны қалай? Өз елін басқаруға жергілікті ұлт баласынан бірде-бір адамның лайық табылғаны. Желтоқсанның желі, аязы, ызғары, қандымызды талай қазақсыздады. Ұлт қамышын шыққан сол күн алаңға азап шекті талай қазақ қыздары. Зәр сынған, кісіге нан сынған, алысудан аулақпын шабысудан. Ей қазақтың баласы есің тұста, өлсем өлем, сірә мен намысымнан. Тәуелсіздік мерекесі баршаңызға құтты болсын. Тәуелсіздік тұғырында жанын пида еткен ата-бабаларымызды әрқашан жүрегімізде сақтайық. Желтоқсан көтерілісі мәңгі есімізде қалмақ. Тәуелсіздігімізге жақындатқан батырларымыздың аңсаған бейбітшілігі тұғырлы болғай. Өркениет көшіне ілескен халқымызға гүлдену мен көркею тілеймін. Халқымыздың ғасырлар бойы аңсаған тәуелсіздігіне ие болғанымызға биыл 29 жыл толып отыр. Осындай мерейлі шақта еліміздің гүлденіп көркеюіне үлес қосып жатқан қазақстандықтарды шын жүректен мерекемізбен құттықтағым келеді. Бабам аңсаған едім, бостандық еді асыл арманым.